ешқандай қорқыныш, ондай сезімге бой алдыртпайық. Бүгінгі сауалымыз басқа. Ең алдымен сауалымыз бастамасы көп оқушылар. Тақтаға қарап, мына бір жаттығуды жасап жіберейікші. Ойымыздағы қорқыныш үрей тағы. Орнымыздан тұрайық, үстімізді терең аламыз. Бір уақыт ұстаймыз. Ойымызды қарамыз. Терең тыныс. Жақсы, рахмет оқушылар, отыра қойыңдар. Енді сіздер білесіздер, 6-шы сынып, яғни бөліміміз бұл мәдениет және экономика деп аталады. Бөліміміз сонымен қатар енді бізде 16 және 17 ғасырда қоғамдық экономика мәдениеті. Сіздер енді ең бірінші сабағымызды бастамас бұрын мынау алдыңғы білімді тексеріп алсақ сіздермен қазір тез сұрақ қоямыз, сол бойынша тез маған жауап берсеңіздер, иә. Яғни ең алдымен 16-17 ғасырларда қазақ қоғамының әлеуметтік топтар, яғни қалай бөлінді қазақ халқы жалпы? Әлеуметтік топ бойынша, иә. Ақсүйектер және қарасүйектер. Ақсүйектер деген кімдер? Шыңғыстан ұрпақтары. Жақсы, тағы да ақсүйектер тобына кімдер кірді? Дұрыс айтады. Дін таратушылар. Қарасүйек өкілдері кім болды? Басқа рух тайпа топтарын. Жақсы, керемет. Ендеше бізде алдында қоғамдық саяси өмірдегі сұлтан, би, батыр, жыраулардың қызметін сипаттайықшы. Қазақ қоғамында би деген бір қызмет болған. Яғни би дегеніміз кім ол? Би. Яғни тағы, иә. Жақсы, елде болып жатқан мәселелерді шешетін, заң шығаратын, жиналыс ұйымдастыратын бір ру тайпа жүзді былайша айтқанда заңнамалық тұрғыдан шешетін адамды кім деп айтамыз? Жақсы, керемет. Алдында білімді тексеру бойынша енді біз жаңа сабаққа кіріспе жасайықшы. Ең алдымен ұялы телефондарыңызға алып, тақтада тұрған QR кодты ментиметрация бойынша QR код арқылы сканерлеп бір сұраққа жауап берейікші. Сканерледік па, қазір жауаптың ортаға шығарамын. Кірді ма, барлықтарыңыз жетіп отыр ма? Жылдамдап жүрейік. Бірінші сұрақ көрдіңіздер ғой? Мәдениет дегеніміз не деген сұрақ? Жылдам. Соқтадан бір жауап беріп жіберсек. Кірді ма сіздерге? Көпті басасыздар. Екі сөз сұрады. Тек бір сөзден ғана, қысқаша, ұзақ сөйлем керек емес. Жырау, тағы. Екіншісі керек емес, тек бір өлден ғана. Басында ең бірінші тұрған бөлімге ғана. Жырау, дәстүр, тарих, күй, домбыра, жақсы, салт дәстүр, тағы. Жазамыз. Тағы кімнің? Телефондарын. Интернет желісінде қосылған ба? Жазамыз, жақсы. Домбыра, әдет ғұрып, кім жазды әдет ғұрып? Салт дәстүр, кім? Жақсы. Домбыра, жырау, дәстүр, күй, өте керемет. Ендеше маған кім айтады? Мәдениет дегеніміз не? Жалпы мәдениет. Мәдениет дегеніміз не? Мәдениет. Аға айта ғой? Бұл адамның рухани және материалдық
яғни рухани және материалдық жиынтығы, иә. Тағы кім айтады? Мәдениет туралы, иә. Мәдениет бұл адамның өмір сүру барысында жасаған рухани және материалдық құндылықтардың жиынтығы. Тарихта ол халықтың даму деңгейін, салт-дәстүрі мен өнерін көрсетеді. Жақсы. Енді мәдениет нешеге бөлінеді? Екіге. Бірінші ортада айта қойыңыз. Рухани және материалдық өте керемет. Рухани және материалдық мәдениет. Дұрыс айтасыңдар. Яғни материалдық, рухани деген бізде бір рухани қысқаша. Яғни сезіне аламыз, иә? Не жатады мәселен? Күй жатады. Жақсы. Ал материалдық мәдениет, материалдық. Басқа, Алима. Материалдық мәдениет дегеніміз, ол біз оны қолымызбен ұстай аламыз, және көре аламыз. Мысалы, оған киіз үй, яғни біздің қазақ мәдениетін жалпы ұлтқа тән көзбен көріп, айтқанда материал, яғни ұстай алатын нәрселер біз материалдық мәдениет дейміз бір ұлтқа тән. Жақсы, енді мен мәдениетті ортадан сіздерге материалдық мәдениет үшін сұрақ қойғым келіп отыр. Мұны аспап қандай мәдениет түріне жатады? Материалдық. Жақсы. Үстіндегі киім қандай мәдениетке жатады? Қалай аталады? Шапан. Жақсы, енді мен қазір бір іс-әрекет жасағым келіп отыр. Сол іс-әрекетке байланысты қандай мәдениет түріне жататынын айта қойыңдаршы. Иә, қандай мәдениет? Жақсы, рухани мәдениет. Ендеше келесі бір іс-әрекет жасаймыз, соған байланысты бір айтайықшы қай мәдениет түріне жатады. Ал бала қолдарын жай жүріңдер, мысалы бата беріп жүрейін. Фарабидің жасын берсін, Фарабидің басын берсін, Жамбылдың жасын берсін, Абайдың даналығын берсін, әрқашан жолдарың ашық болсын. Әмин. Бұл қандай мәдениет түріне жатады? Рухани. Қалай аталады? Бата. Жақсы енді. Ендеше бүгінгі жаңа сабаққа кіріспес бұрын, яғни мәдениетті бір қайталау. Осының ішінде біз рухани мәдениетке бүгінгі сабақта тоқталамыз. Яғни 16-17 ғасырлардағы қазақтардың рухани мәдениеті қандай болды, сол жайында бүгінгі сабақта өтеміз. Ең алдымен тақырыпты бастамастан топқа бөлімге өтіп сіздерді карточканы таратамын. Бірінші қарамай тұрайық. Қазір сол карточкаларда бізде жасырылған, яғни қай топқа баратындарыңыз. Әр жақта біледі. Кімге екеу кетіп қалды, беріп жүрін деп көрсетеді. Немесі маған ескертіп тұрады. Дәл. Бір өтеді сол. Бәрімізді жетті ғой, иә? Жақсы, карточкамызды ашайық, қарайық. Карточкамызға. Иә, бірінші сіздерде, яғни сөз жасырылған, яғни оқушы сол қай топқа жатады. Яғни бірінші топ бізде аңыз жырау, ақын жырау топтары, екінші музыка тобы, үшінші ертегілер және сол берілген тауып, мәтінді оқып, қай топқа баратындығыз жылдан орындарыңызға ауысып отыра қойыңыз. Иә? Яғни міне тақтада қазақ халқының дәстүрлі поэзиясында ерекше орын алатын ешкі асылман рухани көшбасшы суық салмақты бұл кезде күндер ақын жыраулар бірінші топта. Ербары қазақтың батырлық жырларының бірі яғни жетіген асылы музыка. Кімге жетіген түсті ортаға, кімге ертарғын шығармасы түсті сол. Ертегі айтылып, кімге жырау түсті, яғни ол ақын жыраулар. Жақсы, бәрі жайғасып. Ендеше дәстүрлерімізді ашайық, бүгінгі күнді жазып, яғни сабақтың тақырыбын және де кітапта 55-ші параграф 13-ші мамыр 2025 жыл сабақтың тақырыбы 16-17 ғасырлардағы қазақтардың рухани мәдениеті деп аталады.
тақырыпты жазып қояйық. Бүгінгі сабағымызда зерттеу сұрақ 16 және 17 ғасырларда қазақтың рухани мәдениетінің халық өмірі қалай көрініс тапты, сол зерттеу сұрағына жауаптауымыз және сабағымыздың мақсаты 16 және 17 ғасырлардағы қазақтардың рухани мәдениетін тарихи дереккөз ретінде түсініп, маңыздылығын айқындаймыз. Жақсы, ендеше жаңа сабағымызды бастайық, яғни бірінші мағынаны ашу. Алдымен енді сабағымыз кеңінен түсінікті болу үшін бір видео сабақты, яғни кинометафора әдісі бойынша осы сұрақтарды видеоны көріп шығайық. Сіздерге сұрақ қоямын. Видеоны мұқият қараймыз, ішінен мен сіздерге сұрақ қоямын. Жақсы, бәріміз болса таптаға. 16-17 ғасырларда қазақ халқының арасында сақтығы мен жаны жағынан алуан түрлі ауыз әдебиеті кең өріс алды. Олар жырлар, аңыздар, ертегілер, лира эпикалық дастандар, күйлер және термелер. Жыр толғауды шығарушыны жырау, алты орындаушыны жыршы деп атайды. Сол кездегі қазақ поэзиясының аса әрі тұлғалары Доспамбет, Жербет, Қазтуған жыраулар болды. Доспамбет жырау өз толғауларында батырлық пен қаһармандықты дәріптесе, Жербет жырау еңсегей бойлы ер есім эпостық жырының авторы ғана емес, ол бастаған батыр да болды. Сонымен қатар қазақ халқында авторы белгісіз, ауыздан ауызға тараған батырлар жырлары да болды. Батырлар жыры эпосқа тән аңыз сияқтасқанмен, олардың бәрі тарихи оқиғаларға құрылған. Мәселен, Қобланды, Алпамыс, Ертақын, Қамбар дастандары тарихи шындықпен қабысып жатқан шығармалар. Қазақтың бай ауыз әдебиетінде лира эпикалық дастандар да жырлары қоғам бейнесін үлкен шеберлікпен көрсетті. Қозы Көрпеш Баян сұлу, Қыз жібек дастандары халыққа кеңінен танымал болды. Ол кезде қазақ тіліндегі жазба әдебиет діни және аңыздық мазмұндағы кітаптар түрінде таралды. Сондай-ақ елдің тарихи оқиғалары мен рулар тарихынан шежіре жасалды. Олардың ішінен Захир-ад-Дин Бабырдың Бабырнамасын, Камал-ад-Дин Динайдың Шайбани намесын, Мұхаммед Хайдар Дулатидің тарихи рашидін, Қадырғалидың Жамият Науаридін және басқа да шығармаларды арнайы көрсетуге болады. Қазақтың рухани мәдениетінің дамуында аңыз ертегілердің де орны ерекше болды. Алаша хан, жошы хан қазақ хандары әулетінің арғы атасы ретінде көрсетілді. Қазақтың ерекше мәдениетінің бірі күй өнері. Күй музыкалық аспапта орындалатын музыкалық шығарма. Ал орындаушыны күйші деп атады. Жошы ханның жортуы, Шора батыр, Қамбар күйі, Қазтуғанның сағыныш күйлері осы заманның асқан туындылары болды. Сонымен 16-17 ғасырларда қазақ қоғамында мәдениеттің дамуына елеулі ілгерілеушілік орын алды. Оның басты себебі қазақ халқының бір тұтас мемлекетке бірігуіне байланысты еді. Жақсы. Әрі қарай енді бейне сабақ бойынша бірінші топ сіздерге сұрақ. Жыр толғау шығаратын адам кім деп атайды? Жыраушы. 16-17 ғасырларда қазақ поэзиясының атақты жыраулары кімдер болды? Доспамбет, Жербет, сосын кім? Жоқ, жырау. Қазтуған. Жақсы. Яғни келесі сіздер екінші топ. Музыкалық аспапта орындалатын шығарма қалай аталады? Жақсы. Сол заманда шығарылған қандай күйлер білесіздер? Қуғанды батыр. Ол жыр бізде. Қалай? Тағы? Жоқ, қалай? Біреулеріңіз айтқыңыз келіп отыр. Жошының жортуы. Тағы қандай күй бар еді? Сол жошыға байланысты. Ақсақ? Жақсы. Яғни міне сіздерде Жошыны ханның жортуы, Шора, Қамбар, сағыныш деген күйді де айттыңыздар. Келесі үшінші топ сіздерге 16-17 ғасырларда эпостық жырлардың басты тақырыптары қандай болды? Қандай тақырыпта болды эпостық жырлар? Көбіне. Кімдер туралы шығарылды жырлардың көбісі?
Кімдер туралы? Иә. Кім? Ерлік жасайтын кімдер? Яғни эпостық жыра кім туралы болды? Батырлар жыры болды. Жақсы. Қандай батырлар жырын білесіңдер? Жаңа естідіңдер. Қандай батырлар жыры? Қобыланды батыр сосын? Иә, Ертарғын сосын? Тағы? Алпамыс батыр десекші. Жақсы. Қамбар батыр, Алпамыс батыр. Және жақсы. Ендеше келесі. Яғни Қамбар батыр. Жаңа енді сіздерге бір ортақ сұрақ қойғым келіп отыр. Видеодан көрдіңіздер, немесе өмірде де көрдіңіздер. Бұл не кісінің? Шежіре. Не ол шежіре? Шежіре деген шежіре дегеніміз ауруханадан ортаға таралатын яғни бір отбасының, бір әулеттің несі бұл? Түп тамыры, иә? Яғни біздің көп қазақ шежіресінде ұлы жүз, кіші жүз, орта жүз деп аталатын біздің түп тамырымыз қайдан шыққанда. Не үшін керек шежіре? Жалпы ру ғой бұл біздің. Әрқайсының руларымыз бар, иә? Не үшін керек ру шежіре? Жақсы, тағы? Жақсы, тағы да? Ру бөлім үшін керек па? Руға бөлінбейміз, иә? Жақсы, яғни қазақта бір аталы сөз бар, бір оқиға. Қазақтар жеті атасы білмеген жетесі дейді. Яғни біз қайдан шықтық, қайдан келдік, біздің түпкі атамыз кім? Сол жайында біз білу маңызды. Және екінші нәрсе бұл қазақтарда сөз бар, қан тазалығы деп айтады. Яғни қазақта сөз бар, жеті атаға толмай қыз алыспа немесе қыз беріспе деп аталады. Яғни бір рудан, оның ішінде жеті атаға толмай қазақтар бір-бірін үйленбеген. Себебі ертеңгі ол биологиялық ғылымда да, генетикалық ғылымда да дәлелденген қанның жастығы ертеңгі келер ұрпақтың зардап шекпеу мақсатында осындай бізде шежіре, яғни ру деген нәрсені бала кезден бастап түсінеді. Руларымыз білеміз ба? Жақсы, енді руға сұрамай қойын, руға бөлініп кетейік. Жақсы, ендеше әрі қарай шежіре. Енді бізде бірінші тапсырма. Қазір аңыз қисса, яғни жыр туралы сіздерге мен тапсырма бергізіп отыр. Тоқпен жұмыс көріп ойланып қалса, яғни қазір мен бейне көрсетемін. Осы мәтінді қарап, астындағы сұрақтарға жауап жазып отырасыздар. Жақсы, топпен 5-5-тен берейін, әрқайсысын ортаға қойып, бірінші алдымен видеоны көріп алайық. Қазір мынау мәтін қарап отырасыздар, видеоға да назар қойып отырасыздар. Ендеше бәрін қазір барлығын старттарға назар аударайық. Қазақ хандығы Алмас қылыш кинофильмін үзінді. Осы фильмнен сұрақтарға қарап отырып, мәтінге қарап отырып, тапсырма орындаймыз. Бірінші видеоға назар аударайық. Қалқуан арасына іріткі түсіп, керегесі сөгілу жұрттан қандай орталық тілейсің? Шайбаршақтың тіресі әбден батқан қазаққа екі сұлтан екі қыламыз десе оның несі оғаш. Оның үстіне ойратпан жасаған бітім мынау. Несі бар? Шайбарша байрақпен ортақ тіл тапты, оған төгілігі тіл жоқ. Сөздің қысқасы, ел ағалары кеңесе келе, Керей мен Жәнібекке қосыламыз деп пәтуалады. Жераяқ кейінге соң, көктембетін қарасауға ұрамыз. Байрақты жетісуға тігетін болсын. Қатты қателесесің Қалқуан. Шайбарша бізге Каспий мен Еділдің арасын иен беріп отыр. Сол жетпей ме саған? Аумақ екі бөлушінің қолынан. Ондай мәткені ме? Шайбаршақтың бақтырған сегіз аяғын алданға. Шынтуайдың бұл ұлыстың низамды мирас қорғау орыс ханның ұрпақтары Керей мен Жәнібекке келсе ұлттың ба? Елдің келешегін сен де ойламайсың. Әуелден ежелге есіктің низамын Шыңғыс хан өткен қағанаттың түбіне жеткен. Ал оған Ноғайдың мырзалары егіп, соның зардабын бүгін тұрып. Ал қазақ болса, ескі жол жолға берік, арқа адал, атаның жолына қиянат жасамаған. Шыңғыс ханның асыл ұрығынан ешқашан айырған емес. Тірі болсам көресің. Мұса, заман қазақ. Қазақтан келешек көрген
Çıktı. Kafası. Ölmeden unutma. Sokakta bırakatırsın Aslıhan. Aslıhan! Kendi kişimiz. Ayrılmayın. Жақсы, киноны көріп шықтық. Енді алдарыңызда тұрған мәтін бар. Мәтінде сол жерде тапсырма бар. 3 минут уақытын береміз. Тез мәтінді оқып, топпен бірге талдап, сол сұрақтарға жауап жазып. Мәтіндегі сұраққа жауап. Жауап береміз. Açtır o, yazayım. Aslar. Evet, aslar. Aslar sıkma. Жақсы тапсырмаларды аяқтайық. Болса, қазір сұрақтарға жауап береміз. Болдық па? Ой, соңғысы. Иә? Жақсы ендеше, сұрақтарды егер жауап бере алмасақ, қазір видеодан көреміз, жауаптарын көреміз. Сол бойынша жауап беріп отырайық, толықтырып отырамыз. Ендеше, бірінші топ сіздерге ақын жыраулар тобы. Кино фильмде басты кейіпкер кім және оның мақсаты қандай болды? Бірінші топқа кім жауап береді? Ортада шығып бұл фильмде, кинофильмде негізгі басты кейіпкерлер ол Керей мен Жәнібек болып келеді. Олардың басты мақсаты ол тарап кеткен қазақтардың бұл тайпалардың басын біріктіру. Жоқ, дұрыс, кино фильмде нақты кім болды жаңа? Қазтуған жырау, иә? Қазтуған жырау. Бас кино фильмде бас кейіпкер кім? Оның мақсаты қандай? Яғни мақсаты шашырап жатқан дала тайпаларының барлығын басын біріктіру. Қазтуғанның мақсаты сол болды, иә? Жақсы, дұрыс па? Көріп жіберейік кәне. Қазтуған жырау. Мақсаты дала тайпаларының Бізге кәсіби мәдениеттің Ясы, келесі екінші топ, музыка топ сіздерге бұл оқиға қай кезеңде болып жатыр? Айта байтын Ердәулет. Ой,
Даниял. 15-ші ғасырда, яғни Алақандығы құрылып жатқан кезеңі. Дұрыс, өте бәрекелді, дұрыс айтасың. Яғни қазақ хандығы құрылу кезеңінде болып жатыр. Жақсы тексерейік. Дұрыс айтасың. Қазақ хандығы құрылу видеодан көрсеңдер, жаппай еділ бойындағы ноғай халқының тасқын жау бастаған тайпалар қазақ хандығына көшу үдерісі бейнеленді. Жақсы, келесі үшінші топ сіздерде кинофильмде қазақтың поэзиялық қандай шығармасы орындалды? Үшінші сұрақ, кім жауап береді? Қандай поэзиялық шығармасы? Мәтінде бар, және видеодан да көрдіңіздер соңында. Иә? Үшінші топ. Иә? Айтыңыз. Қандай шығармасы? Қазақтың. Айта бар. Жоқ. Қазір. Яғни кинофильмде қазақ қандай шығармасында? Күй орындалды ма, әлде жыр орындалды ма, әлде айтыс болып жатыр ма? Жыр. Жақсы. Қандай жыр? Қалай аталады? Біздіңкісі қалай аталады өлеңі? Алаңда. Дұрыс айтасың. Алаңда, алаң жыр. Жақсы. Яғни кинофильмде бізде қазақтың поэзиясы жыр орындалды. Жақсы, ендеше сен сұрақ қойғым келіп отыр сіздерге. Жырау дегеніңіз кім жырау? Жырау. Айта ғой. Жырау дегеніміз ол осы көптеген жырларды жазған жырауды яғни жырдың орындаушысы жырау дейді. Және де осы кейбір кезде барлығы екі жыршын олар бірге осы сайысқа шыққан кезде олардың күй тартысы бар. Яғни былай айтқанда жырау деген ол жыр-жырлардың орындайтын мақсат не ол жыраудың? Оның мақсаты өзінің жыр арқылы көңіл күйін жеткізу. Тағы да кімнің көңіл күйін жеткізеді қоғамға? Дұрыс айтасың. Халықтың мұң-мұқтажын, қазақтың сол уақытта проблемасын көтеретін, соны өлең арқылы домбыра құрал тағы басқа да аспаптармен халыққа тарататын адамды кім деп айтамыз? Жақсы, ендеше қазір сіздерге мынандай сұрақ. Қазіргі уақытта біз қоғамдағы проблемаларды жеткізетін кімдер журналистер тағы. Теледидардан көреміз, жақсы, сосын мынандай подсказка журналистеріңіздер мынау қандай өнер қазақтың? Әлі күнге дейін жалғасып келе жатқан айтыс өнері бар. Бізде екі адам бір-бірімен айтысу арқылы қоғамдағы саясатты, проблеманы, соны ортаға шығып халыққа несейді. Жақсы, дұрыс айтасыздар. Яғни қазіргі уақытта біздегі жыр, және де біздің қазіргі уақытта жыршыларымыз бар, бірақ ол қазақ арасында кеңінен насихатталмай жатыр. Ескіліктегі жырды насихаттау үстіндеміз, бірақ жаңадан жыр өнеріне бізде қазір қазақ қауымы сұраныс аз. Жақсы, ендеше, енді келесі бізде екінші бөлім бойынша екінші тапсырма, бұл жұптық тапсырма деп аталады. Яғни бірінші көр, ұста, зертте деп аталады. Сендер материалдық мәдениет ретінде мен сіздерге міне аспаптарды алып келдім. Жалпы қазақтардың аспаптар нешеге бөлінеді? Нешеге бөлінеді? Төртке, төрт тұстар, иә? Мынау домбыра қай біріне жатады? Шекті аспап. Неге шекті? Жақсы, екі шекті. Жақсы, келесі. Мынау бізде қандай аспап? Бұл қай біріне жатады? Неге спалы? Дұрыс, яғни таяқпен су арқылы дыбыс шығарамыз. Мысалы үшін тағы басқа қандай аспаптар бар еді? Спалыдан. Жоқ. Енді қазақтың бізде енді спал аспаптар негізі қобыз, қобыз, ал әлемдік неде скрипканы білетін шығарсыздар. Ал мынау қандай аспап бізде? Ұрмалақты. Қалай аталады? Қалай жерден үреміз? Ұрамыз, яғни ұру арқылы дауыс шығаратын болған. Жақсы, келесі ал бізде мынау материалдық мәдениетте қандай аспап? Бел аспап, сыбызғы деп аталады. Жақсы, ендеше мен сіздерге қазір әр топқа тапсырма ретінде
сіздерге яғни аз қазір тапсырмаларды таратып берейін. Бірінші топ сіздерге жұптық тапсырма. Жұп қойып мына жерде қараймыз, иә, етектен. Жұптарыңыз табылмаса 3 жұп болып кетуге болады. Иә. Болып тұр, иә. Келесі. Сіздерге қазір аңыз қисса берілген. Осы аңызды оқу арқылы қазақтың қай шығармасы екендігін естисіздер. Табасыздар. Жақсы? Жұп бойынша жетті ма? Бұл ешбір алды жұптарыңызбен. Екеуін бірігіңдер, иә. Сіз екеуіңіз, үшеуіңіз, жақсы? Үшеуіңіз, мына жерде екеуіңіз. Кімге жетпей қалды? Келесі, сіздерге үшеуіңіз, иә. Екеуіңіз. Мына аспапты, сіздерге жақына көріп ұстап қарасаңыздар болады. Сіздерге балықпаз аспапты зерттеп, неден жасалады? Тағы бұл аспапымыз қай түрінен шығады? Не үшін қолданады тағы басқа? Келесі. Музыка сіздерге мысалы мынаны ұстап, қарап, зерттеп, неден жасалғанын қарасаңыздар болады. Келесі. Енді сіздерге домбыра көрсеңіздер болады. Жақсы, тапсырмай 2 минут жылдамдатып жейді. Жақсы? Бірінші тапсырма бойынша түсінікті болу үшін аңыз қиссаны оқимыз парақта. Сосын ол жерде астында сұрағы бар. Сосын астында біттіңіздер ме? Барлықтарыңыз? Ал оқыңыз, жақсы істелемін. Сіздер аңызды оқыңыздар ма? Қиссаны, жыршы, аңызды? Таптыңыздар ма жауабын? Табыңыздар, сіздер таптыңыздар ма? Жұп болып? Сұрақты оқыңдар ма? Таптыңыздар ма? Барлықтарын таптыңыздар ма? Кім? Даниал? Тұрасов, Нұрдәулет? Таптыңдар жасыңдар ма? Kanal оқымай, kanal жоқ. Ендеше болды ба? Ал. Әрбір тапсырмамыз бойынша бірінші топ сіздерге тапсырма ретінде бір аңыз қиссаны соны маған қысқаша баяндап бере алады. Аңызды. Айта қой. Бәріміз мұқият тыңдаймыз бірінші топта. Бірінші Жошықар өзінің Шыңғыс ханның баласы Жошықар ол аңға барғанда Ақсақланды адам деп өзі қайтыс болып кетеді. Оны сарбаздары қалай айтарын білмей бір үйшіге барып осыны айтып берді деп айтады. Одан кейін үйші Ақсақлан Жошықар деген күйді шығарып соны таңдады. Оны есіне түсініп Шыңғыс хан оны түсініп, сен менің баламның өлімін айттың, деді сенің аузыңа... Яғни, ненің аузына? Адамның аузына ма? Адамның аузына. Жақсы. Ал ол тартқан кісі кім? Бәріміз қараймыз. Бұл аспап, қай аспап түріне шығады? Енді сұрақ сіздерге. Қазақтың музыка өнерінде бұл күй қалай аталады? Ақсақ құлан. Жақсы. Ақсақ құлан. Қарап жіберейік. Бәріміз тыңдайық. Яғни ақсақ құлан күйі. Жақсы. Келесі екінші топ сіздерде. Кім айтады? Маған аңызды кім сипаттап бере алады? Айтып бере алады. Айта қояйық. Аңыз бойынша қорқыт ол өмір мен өлімді қаламай, мәңгілік өмірді қалайды. Және де бір күні бір адам осы Ақсақланды атамын деп Жошықханға атып жібереді. Ақсақланға атамын деп өзі қайтыс болып кетеді. Ал одан кейін сарбаздар оны Шыңғыс хан қалай айтарын білмей қуып жерден бір адамды тауып келеді. Одан кейін сол адам ол осы
Күй қалай айтылады? Яғни қорқыттың шығарған күйі. Аңыз бойынша. Қалай айтылады? Кім жазды? Иә. Қандай күй? Иә. Ат айтып тұр ғой текстін. Аққу күйі. Жақсы. Сіздерге енді бәріңіз ортақ сұрақ қолыңызда мына бөлімде не жоқ? Не жоқ? Ноталар. Бұның нотасы, яғни қыл мен шерф арқылы ойналатын аспап. Жақсы. Отырағы керемет. Яғни қорқыт бір күн аққулардың сұлу мұңды кейпуін тыңдай отырып, ерекше күй тартып берді. Бұл қазақ өнерінде қандай күй деп аталады? Аққу күй. Тыңдасаңыздар, қолымыздан осындай аққудың дауысын шығарады. Жақсы, келесі үшінші топ. Сіздерде аспап қандай аспап деп аталады? Дауылпаз. Иә. Қазақта өнерде руханиятта бұл аспап не үшін, не мақсатта қолданылады? Жорықта, аңшылықта, сосын Алимер тағы жауабын айтып жүрші. Жақсы, мына дыбыстан қандай көңіл күй берді? Яғни бұл дұрыс айтып, яғни жауынгерлердің несін рухын көтеру мақсатында бұл аспап ойналады. Жақсы, келесі. Енді жорықтарда, соғыстарда, қазір біз күйелерде де бұл аспап қолданылады. Халықтың рухын көтеру мақсатында. Ендеше, бір сергіту сәті сіздерге бір сұрақ. Қазақтар, барлықтарыңыз тыңдаймыз. 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін шығаратын қазақтар, яғни қалай аталады? Мақал мәтел. Яғни қазақтар көп сөйлемей, бір ауыз сөзбен ақ сөздің өнерін қайратын, яғни өнер бұл мақал мәтел. Сіздерге қазір бір сурет жасап жүргендер, осы сурет арқылы қандай мақалша айтып жүріңіздерші. Жасанды интеллект. Неше рет? Ретіге апарсаң да қазақ болмайсың. Жақсы, дұрыс. Келесі. Қандай мақал? Айтылған сөз, атылған оқпен. Жақсы. Мына сурет қандай сурет? Жігітке жетімге сияқты. Жігітке жетімге. Мынау, енді бұны тақырыбымызға да сәйкес келетін сияқты. Қандай мақалшы? Білімді. Жақсы, білекті бірді шығады, білімді мұңды шығады. Жақсы, кемек. Ендеше бізде енді оқушылар соңғы бір бөліміміз қалды. Бұл енді сіздерге жыр дастан бойынша сендер білесіздер. Қазақтардың кезіндегі эпостық жырлардың тақырыбы қандай тақырып болған? Көбіне ертегілер батырлар. Неге батырлар жыры? Себебі көптеген соғыстан көбіне ертегілер батырлық сипатты. Біздің қазақ халқы Қазақстан жалпы әлемде нешінші орын алады? Жер көлемінде. 9, иә? Енді қараңдар, ертегі не үшін балаларды оқытады, жырды неге маңыздылығы қандай? Себебі дұрыс тарихын білсін. Сонымен қатар не алады балалар одан? Ертегіні жырды тыңдап отыр. Несі көп? Иә, несі көтерді, дұрыс айтасыңдар. Яғни біздің батырлы жыры өте көп қазақтар. Себебі кезінде ақсақалдарымыз балаларды отырғызып батырлар жырын айтады. Соны тыңдап отырған балалар өзінің қиялында тура сол сияқты батырлар болсын. Сондықтан біздің қазақ қаласында батырлар көп шыққан, және еліміздің жеріміздің үлкендігі осы батырлардың арқасы. Енді сіздерге мен бір салыстыру жүргізгім келіп отыр. Мынау кім білетін шығарсыздар бағытта? Ол келесі. Мынау кім? Мынау? Мынау? Келесі, ат айтып
ұқсастығы қандай? Екеуінде де геройлар. Екеуінде де батырлар. Жақсы. Тағы? екеуі де әлемді құтқарады. Дұрыс, өте керемет. Екеуі де әлемді құтқарамыз және немен күресеміз дейді бұлар? Жаулармен, сосын жамандықпен күресеміз. Бұны көріп өскен балалар кейін ертеңгіде осындай бір мақсатта мен де әлемді құтқарамын, мен де халыққа қызмет етемін, мен де жамандықты құтқарамын деген мақсат. Енді тура сол сияқты бізде де осы батырлар жыры болады. Және Қамбар батыр, сонымен қатар Ертарғын және де Қобланды батыр жырлары болған. Негізгі мақсаты не істеу? Не үшін жазылады ол жыр? Не үшін айтылады? Рухты оятып жақсы. Енді қазір уақытымыздың ызыңына байланысты мен диаграммасын ауызша айтып, негізгі айырмашылығы деп айтайыншы, айырмашылық. Олар айырмашылығы ол әртүрлі кезеңде, ал бірінші бағанағы Америка қазіргі геройлары олар қазіргі кезеңде, ал біздің осы қазақ хандығы олар 2015 ғасырда болған. Жақсы, айырмашылықтағы? Айырмашылығы олардың бағанағы Америкадағы кейіпкерлер олар өз ойынан шығарылған, ал біздің батырлар ана Америкадағылар олар шынымен де төбелеспейді, ал біздің батырлар олар шынымен де жақсы. Жақсы, фантазияны көп қосқан. Және де олардың суперспособностьтері бар. Жақсы, суперспособностьтері бар. Жақсы, сіздер айтатындарыңыз айырмашылықтар қандай? Или ұқсастықтары? Ойланайық, бар ма? Жақсы, ал ұқсастық екеуі де жақсы, батыр. Енді сендерге айтқым келіп отыр. Мынау қазіргі таңда қазақ мәдениетін әлемдік деңгейде насихаттап жүрген кімдерді білесіздер осы? Қазақ руханиятымызды көкке көтеріп, Димаш Құдайберген тағы қандай топтар болсын? Тұран тобы, жақсы. Тағы? Жоқ, біздің жыр руханиятымызды дамытып айтып. Яғни дұрыс айтасың, қасақ сол. Білеміз ғой, яғни этнофольклорлық топ, яғни біздің өнерімізді, күй өнерімізді, жыр өнерімізді Қазақстанның ішінде ғана емес, бүкіл әлемдік деңгейде. Келесі бұл Тұран тобы. Шығармасын білетін шығарсыздар, кез келген күнәға шашып. Келесі ол біздің яғни Димаш Құдайберген. Яғни біздің қазақтың өнерін, яғни әнін басқа дұрыс әлемдік деңгейде шығарып жүрген. Жақсы, енді қорытындылай бекіту сұрақтарымен қасақ деген топты білесіздер ме? Қасақ тобы сіздерге осы бекіту тапсырмалар ретінде арнайы сіздерге осы сәлемдер жолдады. Мына тыңдайық, сосын сіздерге сұрақ қояды. Сұрақ тыңдайық. Сәлеметсіздер ме балалар? Мен Қасақ тобының мүшесі Сағат Асқан Әділбеков. Сіздерге сұрақ, менің қолымдағы қандай аспап? Және бұл қазақ халқының музыкалық аспаптарын қай тобына жатады? Келесі бекіту сұрақтар ретінде тағы да мынау тыңдашы. Балалар, Қасақ тобы сіздерге жалпы сәлем жолдайды. Біз орындап отырған қобыз сізді домбыраны сендірші. Не болды? Не орындадық сіздер? Яғни бұлар не біріктіреді барлығын? Күй, яғни аспап, қандай мәдениет? Материалдық. Орындаған нәрсе? Жақсы, келеді. Ендеше қорытындылайық, келе
Бұның сағатта не дейтіңіздер тез бір жауап. Ал осы қазақ хандығының болуын және де оның маңыздылығын түсіндік. Жақсы, қазақ хандығы кезіндегі мәдениеттің маңыздылығын, иә? Бұрынғы кездегі рухани мәдениет. Өте керемет, жақсы тағы. Осы біздің халық ауыз әдебиетіндегі ерекшеліктерін түсіндік. Жақсы, тағы, айта ғой. Жақсы, керемет, батырлар жөнінде. Жақсы, бәріңе сұрағым келіп отыр, бірақ тағы да бір нәрсені қазір сұрайын. Қорытындылай келемін. Мынау Өзбек Жәнібек бар бізде. Қазақ тарихында, яғни мәдениет министрі болған ол кеңес үкіметі кезінде. Сонымен қатар біздегі Наурыз мерекесі, сонымен қатар мынау Қожахмет Яссауи Дәуір тайқазанды Ресейден алдыртқан қоғам қайраткері Өзбек Жәнібектің мынандай сөзімен қорытындылап берді. Алдымен ішкі мәдениетті көтеру керек. Ал экономикалық өрлеу түзелген мәдениеттің ырықсыз жемісі. Оны қарапайым тілмен Японияны білеміз ғой. Японияның мәдениетін бүкіл әлем деңгейде тіпті сіздер де білесіздер. Тағамы қандай? Суши. Жақсы. Спорты қандай? Ұлттық ойындары? Карате, бокс, таэквондо. Енді батырлар не деп айтады? Кім деп айтады? Кім? Самурай. Жақсы. Яғни қараңыз, Японияның тарауы ішкі мәдениетін көтереді, ішкі мәдениетін әлемге көрсетеді, кейіннен ол экономикалық, ол мәдениет экономикалық өрлеп алып келеді. Яғни қаншама адамдар Японияны көргісі келеді, Японияның өнімдері бар, экономикалық машиналар қазір әлемдік деңгейде танылып жатыр. Тағы да мынау үйдегі тұрмысқа тиімділікке байланысты көптеген. Яғни ең бірінші біз нені көтеруіміз керек? Халықтың ішкі мәдениет. Кейіннен мәдениет көтерілгенде экономикасы да ырықсыз түрде. Жақсы, енді үй тапсырмасы ретінде ең кәсібі бағалауды үй тапсырмасын жазыла берейік. Өзін-өзі бағалау парақшасы мәдениет тұрғындарға өздеріңіз қойып шығасыздар, аты-жөндеріңізді жазасыздар. Сабақ сіздерге ұнады ма? Түсінікті болды ма? Жақсы. Бәріңізге келді ма? Көріп келеді. Оны өзім қоямын, иә. Тек жаңағы 3 тапсырма бойынша мен бағана сізге берілді. Бәріңе жетті ма? Сонымен қатар астында рефлексия бар. 3 әдіс бойынша маған қажет болды. Маған құнды болды, маған қиын болды. Яғни осы тақырыптарды астына рефлексияны жазып өтсек. Жақсы. Үйге тапсырма ретінде 1 минут қарайсаңыздар тақтаға. Параграфты оқимыз. Сосын мынандай шығармашылық тапсырма беруге болады. 15 ғасырдың жырауы қазіргі заманға келсе, не көрер еді, не айтар еді тақырыбында эссе немесе ой толғау жазу. Жақсы. Яғни 15 ғасырдың жырауы келетін болса, осы заманда нені, қандай проблеманы негізге алады еді, немесе қандай нәрсені айтатын еді, қалай жырға қосатын еді, сол нәрсені. Жақсы. Қазір енді парақшамызды жазсақ, маған бере қойыңдар. Сабақ аяқталды. Көп рахмет. Сабақ ұнады деген ойдамын сіздерге. Кеше жазып болсаңыздар, жиналып мына жерге бағалы парақтарды қояйық. Аты-жөнін жазасың ба? Жақсы, бере қойыңдар болсаңыздар. Болғандарыңыз болса, бере беріңіздер.